Сәлем баршаға. Бүгін сіздермен осындай сочная, мощная запеканка дайындаймыз. Өте дәмді қыздар. Видеоны қарамас бұрын каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, немесе дизлайк қойып, комментарий жазып кетіңіз. Ең алдымен етті маринадтап қойдым мен. Свежий сиырдың етін майдалап турап аламыз. Негізі еттің орнына тартылған ет фарш қолдансаңыз да болады, бірақ етпен ерекше дәмді болады. Етті жақсылап майдалап турап алған соң, бір чеснокты, бір тісін майдалап турап саламыз. Өзіңізге ыңғайлы жағын қараңыз. Қаласаңыз, чеснокты үккіштен өткізіңіз. Чеснок өткізгіштен өткізіп салсаңыз да болады. Кептірілген зейліндер мен кенза қостым. Иісі әдемі шығады кензаның. Және соевый соус қосыңыз. Немесе мен осындай териякидің арнайы етті маринадтауға арналған соусын қолдандым. 1 сағатқа бетін жауып, араластырып қойып қойыңыз. Етіміз дайын болған соң, картопты алып, шамамен 0,5-0,7 мм қылып кесіп шығамыз. Және оны табамызға саламыз. Орналастырып шығамыз. Картоптан кейін етті бір тегіс етіп қойып шығамыз. Еттің бетіне соус құямыз. Соус дайындау үшін бізге қаймақ немесе майонез қажет. Тұзбен бұрыш салып, жақсылап араластырамыз да. Еттің бетіне бір тегіс етіп салып, оны жағып шығамыз. Етті маринадтаған кезде, ұмытып кетпей тұрғанда айтып қояйын, тұз салудың қажеті жоқ. Өйткені осы соустың тұзы етке де сіңеді, әрі соевый соуста тұз басым болады. Помидорды осылай жіңішке етіп турап, бірінші соустың бетіне ірімшік саламыз. Одан кейін помидорды да бір тегіс етіп жайып шығамыз. Помидордың бетіне кішкентай пияз алып, майдалап турап, оны да сүйіп шығыңыз. Ерекше дәм береді. Қалған ірімшігімізді пияздың бетіне салып шығамыз. 180 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Қараңызшы қандай. Негізі ірімшікті піскеннен кейін бір пісуіне 5-10 минут қалғанда салсаңыз да болады. Бірақ мен осылай қызартып, алтын түсті етіп алғанды ұнатамын. Сондықтан ірімшікті басынан сүйіп қоя салдым. Астында еттің, жаңағы соевый соустың, көкөністердің суы шығып, өте дәмді сок болып тұр. Согымен бірге жеңіз, өте дәмді, өкінбейсіз. Тағам ұнаса лайк қойып, немесе дизлайк қойып, каналға жазылып кетіңіз. Ас болсын.